Қазіргі таңда Қызылорда филиалы бойынша 25 жылғы көктемгі егін егу және егін жинау жұмыстарына 13 миллиард 500 миллион теңге бөлініп отыр. Осы қаражат есебінен 7 миллиардтан астам 94 агроөнеркәсіптік кешенде жұмыс жасайтын субъектілерге несие беріліп, осы қазіргі таңда 43 мыңнан астам гектар жерге қаржыландырылып, жұмыстары жүргізіліп отыр. Бұл бағдарлама бойынша жылдық пайызы 5%-ді құрайды. Сондай-ақ бұл бағдарламаның жеңілділігі несие алушы субъектілердің өз есебінен тек қана несие сомасының 15%-на ғана кепілдік ұсынып, қалған 85%-на даму акционерлік қоғамы кәсіпкерлікті дамыту қоры арқылы кепілдікпен қамтамасыз етіле алады.